Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 76 сабақ зат есімнің тәуелденуі тақырыбын өтетін боламыз. 40 тапсырма өлеңді оқы. Зат есімнің тәуелденуі. Өнердің бәрін біл деген әкемді тыңдап күндемен, ақылымен анамның сурет салуды үйренем. Жеті өнерде аз деген адамды тыңдап күндемен, ақылымен әжемнің ойып үйренем. Домбыра шерту аз деген ағайды тыңдап күндемен, ақылменен күйшінің күй тартуды үйренем. Өлеңнің авторы Жұмабай Қайранбай. Енді балалар осы өлеңге берілген тапсырмалармен жұмыс жасап көреліге. Өлең не туралы? Оған ат қой. Өлең балалар өнерлі бала туралы. Өлеңнің атын өнерлі бала деп қойсақ та болады екен. Өлеңдегі негізгі ойды анықта. Өлеңдегі негізгі ой. Қазақта мақал бар, жігітке жеті өнерде аз дейді. Яғни осы өлеңнің негізгі ойы соған сайып келеді екен балалар. Үшінші сұрақ. Өлеңдегі бала туралы сенің пікірің қандай? Менің пікірім өте керемет. Себебі жаңа жоғарыда айтып кеткендей, жігітке жеті өнерде аз дегендей, қазіргі таңдағы балалардың өнерлі, сегіз қырлы бір сырлы болғандары артықтық етпейді. Яғни көп нәрсені бір нәрсемен тоқталып қалмай, бірнеше нәрсемен айналысу, ол қазіргі таңдағы сұранысты қамтамасыз етеді десек те болады. Балалар, өлеңнің соңғы шумағын, яғни 4 жолын дәптерлеріңізге көркем етіп жазып алыңыздар. Қарамен жазылған сөздерді сөз құрамына талда. Қосымшаның сөзге қандай мағына үстеп тұрғанын айтып көр. Өз ойыңды төмендегі ақпаратпен салыстыр. Заттың біреуге меншікті екенін білдіретін жалғауларды тәуелдік жалғаулары деп атайды. Өнерім, әкем, әжем, атым, атасы. Тәуелдік жалғаулар үш жақта, жекеше және көпше түрде айтылады. Досым, досың, досыңыз. Досы, досымыз, достарың, достарыңыз, достары. Мінекей балалар, тәуелдік жалғаулары осылайша жалғанып үш жақта жіктеледі екен. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Есіңде сақта, зат есімінің тәуелдік жалғаулары. Бірінші жақ жекеше көпше түрде. Бірінші жақ ым, бұл жекеше түрде, ал көпше түрде ымыз, іміз жалғаулар арқылы жасалады екен. Екінші жақ ыңыз, іңіз. Көпше түрде ыңыз, іңіз. Үшінші жақта жекеше түрде с. Жекеше көпше түрде с. Шығармашылық үзіліс. 41-ші жаттығу. Жұмбақтың шешуін тап. Екі желім күйдің көрігі, әннің көлігі. Жұмбақтың шешуі балалар. Домбыра екен. Тәуелдеулі зат есімдерді тауып, түбір сөздің соңғы дыбысының өзгеру себебін түсіндір. Бұл жердегі балалар көрік, көрігі, көлік, көлігі сөздері тәуелдеулі зат есімдер болып табылады. Бұл жердегі көрік деген сөзде соңғы к дыбысына дауысты дыбысы жалғануы, ол г ұяң дауыссыз дыбыстың айналуына септігін тигізеді. 42-ші жаттығу. Суретке қара. Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар» оқулық өлеңіндегі мазмұны мен осы суретке сәйкес келетін жолдарды тауып көр. Сол шумақтың мазмұны неге ұққаныңды әңгімелеп айт. Балалар, кел балалар оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Сиса көйлегі үстінде тоқуменен табылған, сауысқанның тамағы шоқуменен табылған деп Ыбырай атамыз жырлап өткен екен. Бұл өлеңде балалар суретте қарайтын болсақ, үстіндегі көйлегің дейді, тоқуменен табылған дейді. Яғни әрбір нәрсе бізде балалар тек еңбекпен ғана келеді екен. Яғни әрекет етсек, берекеті болады деген сөз.
43-ші жаттығу берілген сөздерді тәуелдену ерекшелігіне қарай топтап жаз. Домбырам, домбыраң, домбыраңыз, қылқаламың, қылқаламыңыз, добың, добыңыз. Яғни бұл жердегі балалар домбырам бірінші жақ, домбыраң екінші жақ, домбыраңыз деген ол сыпайы түрі, ал үшінші жақта қылқаламы, добы, домбырасы деп аталады екен. Осылайша балалар біз бірінші, екінші, үшінші жақта тәуелдей алады екенбіз сөздерді. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жаза қойыңыздар. Қойылған сұрақтарға міндетті түрде жауап беретін боламын. Олай болса, балалар, каналымызға тіркеліп, лайк басып, колокольчик басып қойсаңыздар, жаңа сабақта міндетті түрде сіздерге хабарлама барып тұратын болады. Сау болыңыздар.